Мен Омархан Жанжігіт Абзалбекұлы бүгінгі таңда Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамында баспасөз қызметінің жетекшісі ретінде жұмыс атқарудамын. Енді бұл салаға бөтен емеспін, негізгі мамандығым журналист, одан бөлек бірнеше мамандықтарым бар. Десе де журналистиканың магистратурасын тәмамдаған, бүгінгі таңда докторантура бойынша 3-ші курсты оқимын. Бұл жердегі тақырыбында Қазақстанның мемлекеттік мекемелеріндегі баспасөз қызметінің қалыптасуы және дамуы деп айтылады. Яғни мен бұл салаға бөтен емеспін. Бұған дейін де бірнеше министрліктерде, ұлттық компанияларда, өңірлік әкімдіктерде қызмет атқарған осы ақпарат саласы бойынша. Яғни сол кезден жинақтаған тәжірибемізді жұмыс барысында қолдануға аянып қалып жатқан жоқпыз. Енді холдинг бізге не береді дейтін болсақ, әр адамның өзін-өзі дамытуы өз қолында. Холдингте ыңғайлы тұстар көп. Одан бөлек холдинг қабырғасында түрлі семинарлар, оқыту курстары, тіпті тегін тіл үйрету курстары бар бізде. Және тағы бір өзіме жеке басыма бір ұнайтын жері, холдингте жұмыс кестесі ыңғайлы. Таңертең сағат 9:30-да жұмыс басталады, кешкі сағат 7-ге дейін. Таңғы 9:30-ға дейінгі уақытымызды мен тиімді пайдалануға тырысамын. Өзімізді дамытуға, спортпен айналысуға, тіл үйрену курстарына баруға қолайлы. Холдингте жұмыс істегісі келетін жас мамандарға айтар кеңесім, бұл жерде өзінің бір жақсы қалыптасқан ортасы бар. Адамдардың көбі бірнеше жылдан бері, 10 жылдап тіпті қызмет атқарып жатыр. Бұл дегеніміз тұрақтылықтың, бұл дегеніміз еңбектің бағалануының көрсеткіші. Сондықтан біздің қатарымызға қосылам деген жандар болса, 1000-нан тұлпар, 100-ден жүйрік шыққан тың идеялы үздіктермен қатар жүруге әрқашан дайынбыз.